Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осында 2 минутта дайын болатын коктейль дайындаймыз. Құлпынай қосылған коктейльді мен балаларым өте қатты жақсы көреді. Сіздер де жасап балаларыңызға берсеңіздер, оларға да ұнайтыны сөзсіз. Алдымен құлпынайымызды жуып тазалап, осылай барлығын жақсылап турап аламыз. Туралған құлпынайымызды осындай блендердің ыдысына салып, барлығын жақсылап езіп аламыз. Дайын болған құлпынайымызға балмұздағымызды қосып, осылай бір араластырып жібереміз. Сіздер балмұздақ қоспасаңыздар да болады. Піскен мұздай сүтке осылай араластырып жіберсеңіздер, ол да өте дәмді болып шығады. Достар, мен осындай бір қасық бал қосып жібердім. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де тура осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығатыны сөзсіз. Менің видеомды соңына дейін қарасаңыз, видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.